Сәлеметсіздер ме? 9 сынып алгебра 4 тоқсан БЖБ 1 тапсырмасы тригонометрия формулаларға байланысты екінші нұсқа есебі. Бірінші нұсқада каналымда бар, кіріп көрсеңіздер болады. Ал ендеше бастайық. Бізде бірінші есепте есептеңіздер дейді. Синус 75 градус, азайтылған синус 15 градус. Біз бұл жерде келтіру формуласын қолдана алмаймыз, себебі бізде мәні бар, нақты мәні шығатын градус шықпайды. Сондықтан біз мына жерде 9-шы формуладағы синус альфадан азайтамыз синус беттаны формуласын қолданамыз. Енді сол формула бойынша жазатын болсақ, 2 синус 75 градустан азайтамыз 15 градусты, бөлеміз 2-ге, және косинус 75 градусқа қосамыз 15 градусты, бөлеміз 2-ге. Енді есептеп жазайық сонда. 2 синус 75 градустан 15 градусты алып 2-ге бөлетін болсақ, 30 градус шығады, және косинус 90 градусты 2-ге бөлетін болсақ, 45 градусқа тең. Енді осы градустағы мәндерін жазайық. Сол кезде бізде 2 көбейтілген синус 30 градуста 2-ден 1-ге тең, косинус 45 градуста түбірасты 2 бөлінген 2-ге тең. 2 мен 2 қысқарады, сонда жауабы түбірасты 2 бөлінген 2 деген осындай мәнді аламыз. Келесі екінші есеп. Ықшамдаңыздар дейді. Бізде мынадай есеп берілген. Косинус пи бөлінген 3 қосылған бета қосылған косинус пи бөлінген 3 азайтылған бета. Және косинус бета тең 2 деген мәніде берілген екен. Енді ол мәнді қолданбас бұрын біз мынадай косинус альфа плюс бета деген жақшаны ашайық. Неке? Бірінші формула бойынша. Сол кезде бізде косинус пи бөлінген 3 косинус бета азайтылған синус пи бөлінген 3 синус бета қосылған. Енді минусы бойынша косинус пи бөлінген 3 косинус бета қосылған. Мен жаза берейін. Синус пи бөлінген 3 көбейтілген синус бета тең. Сол кезде бізде синус пи бөлінген 3 және синус бетталарымыз қысқарады. Жауапқа 2 косинус пи бөлінген 3 косинус бета қалады. Сол кезде мәндерін қоятын болсақ, 2 көбейтілген косинус пи бөлінген 3 косинус 60 градуста 2-ден 1-ге тең мәні, көбейтілген косинус беттадағы мәні ол 2-ге тең. 2 мен 2 қысқарып, бізде 2 деген нақты мәніміз қалады екен. Келесі үшінші есеп. Дәлелдеңіздер дейді. Алдымен берілген бөлшегімізді жазып алайық. Синус 3 бета қосылған синус 5 бета қосылған синус бета. Бөлшектің бөлімінде косинус бета қосылған косинус 5 бета қосылған косинус 3 бета. Енді осы бөлшегіміздің тангенс 3 альфаға тең екенін дәлелдеуіміз керек. Ол үшін біз алдымен формулаларды пайдаланып, яғни 7-ші және 9-шы формулаларды пайдаланып шығарамыз. Сол кезде бізде тангенс 3 альфа, яғни синус 3 беттаны қалдырамыз. Қосылған синус 5 бета мен синус беттаны қосындысын жазамыз. Ол 2 еселенген синус формула бойынша 5 бета қосылған бета бөлінген 2 көбейтілген косинус. Мына жерде 5 беттадан азайтамыз беттаны бөлінген 2. Және бөлшектің бөліміне де косинус 3 беттаны қалдырамыз қосылған. Ал енді қосатын болсақ, 2 косинус бета қосылған 3 бета бета қосылған 5 бета бөлінген 2 көбейтілген косинус бета азайтылған 5 бета бөлінген 2 тең. Жерде синус 3 бета қосылған 2 синус 3 бета көбейтілген косинус 2 бета қалады. Және бөлшектің бөлімінде косинус 3 бета қосылған 2 косинус 3 бета көбейтілген косинус 2 бета болады.
бұл жерде косинус жоқ болғандықтан мінекей мына жерде аргументі минус 2 бетті болу керек, бірақ косинус жоқ болғандықтан плюс 2 бетті болады. Ал енді бірінші бөлшектің алымынан синус 3 беттаны шығарамын жақша сыртына. Сол кезде 1 қосылған 2 косинус 2 бетті бөлімінде косинус 3 беттаны шығарсам, жақша ішінде 1 қосылған 2 косинус 2 бетті. Жақшаларымыз бізде қысқарады. Синус 3 беттаны косинус 3 беттаға бөлетін болсақ, бізде тангенс 3 беттаны береді. Сонымен біздің берілген есебіміз дәлелденді. Осымен біздің есептеріміз аяқталды. Келесі видеода үшінші нұсқасы шығатын болады.